Еба, Нурик күтіп алу керек еді ғой. Так. Нурик ауылдан енді келіп беген. Так, мен телефонмен звонайыншы. Алло, Нурик, қаяқтасың? Алло, яғни келдік. Келіп қойдың ма? Енді қондық, мында қондық. Мында екенсіңдер. Ұшақпен ба? Еба, әуежайға келгенге дейін менде уақыт өтті ғой. Сені көріп тұрмын. Қондыңдар ма? Жоқ, ал жақсы тұршы. Әсер. Қумашы. Алса енді беріп тұрып қой. Өзім несі чегетін бар еді ғой. Соңды ала берсей. Так, шашып кеттім жолда. Қанатының маңына судылға отырып қалыппын да. Сондықтан бұл ұйықтай алмадым ше. Тым ұзақ екенін ғой, ұшақпен келсек те. Негізі енді қараса, енді тура Қазақстаннан Түркияға ұшып келе жатырсың. 2-3 күн қондасың ғой, короче. Үйді дайында қойдым, мықты үй бар. Жақсы. Анкара екен ғой, я? Конечно. Бәсе, Стамбул болса үлкен еді. Астанасы несінен кішкентай деп па? Давайте жүрей. Мына алдымыздағы көріп тұрған мешіт, короче, дейтін. Үлкен. Мешіт дейді ғой. Мешіт дегені не екен білмей, позор болмайықшы өзі. Жақсы онда. Мен кеттік. Жүрсей тезірек. Кеп қойды. Сен артың. Мында аңдар ұқсап орманның арасымен жүріп жатқан неші. Дайды осы яқпен жүріп кете берейік. Біздің үй деген ұзақ, қалыс қой. Әлі біраз жол жүреміз. Көлігін қақта? Көлікті сат жеріп енді жаңадан көлік алайын деп атыр. Майнкрафт пекен ғой. Конечно. Көлікті сат жеріп енді жақында қайтын көлік алам. Көлік? Көлік. Мені қыз ғой деп едің көлік алатындай. Ал жақсы бол. Қаяқтасың сен уже? Артына келе жатырмын ғой. Өзің жасыл жейде киіп алғансың ғой. Аяғыңда еті жоқ па немене? Тұр ғой скинінде. Ой. Қойшы. Давай жүр кеттік. Баяу. Келе жатқанымызға 3 минут болды ғой. Ой, бұл жолы да. Қумайсың сен. Етігім тозып кетті. Әне көріп тұрсың ба, ана үкімет үйі. Көріп тұрсың ба үкімет үйін? Ал мынау біздің үйіміз. Теріскей шығар? Мынау емес па? Походу осы емес екен. Өзің қайсысы екенін білмейсің ба? Ұмытып қалдым, короче, дейтін. Мына жақтан адаса беремін мен. Мына жақта екен ғой. Алдымызда пляж бар ғой. Келсе енді. Ақша табу керек болды еш. Менде ақша аз. Келсе не үстіне шығып бара жатырсың? Барымды алып келдім. Шашып келдім ше, мен қойдым ше. Так, мен телефоннан жаңалықтарды қарап жатайыншы. Бүгінгі жаңалықтарда ауылда қалада эпидемия болып жатыр. Ол эпидемияның емі тапқан адамға 18 миллион доллар беріледі дейді. Екемізге жеткілікті компания ашатын ақша. Ауылда кітаптар бар емес па? Оны мен алып келген шығарым, алып келгенім не, походу. Болса, бар негіз. Не? Күзде ауруханаға бар сонда. Күте тұрса енді заттар жасап алайық. Онда достар, біз заттарымыз жасап болғаннан кейін видеоны бастаймыз. Ауырып тұрмын. Жаман ауырып тұрмын. Жүрсе онда мынаның қандай сусын екенін сол үкімет үйіне апарып көрсетейік.
Өкмет үй шешет деген ғой, короче, дейтін. Так. Ой, бұрылып жатыр еш. Dur. Алло. Ол яқтан тез кетіңдер, Не алды бе? ол жақта аурулар бар. Ебай. Не жақта біреулер бар екен, берген кішкене. Ебай, ауырған адамдар ғой, иә. Мәссаған. Ауырған. Давайте мына мен... Ай, қуасың ба? Давайте мен мыналарға сеуейін. Ай. Ал жақсы. Ай. Барлығымызға сеуілді. Надарға да сеуілген шығар деп ойлаймын ойын. Жаппас болып кеттің, жаппас болып кеттің. Алло? Сендер қалайша оның дәрісін таптыңдар. Тез арада сендер бізге оның жасалу жолын үйретіңдер. Жарайды. Так, 18 миллионды алып тұрмыз ба, досым? Алып тұрмыз ғой, короче. Мен тупить етіп қалдым. Мәссаған. Достар, оны мынаның несін алып апарғаннан кейін барып видеоны бастайық. Еба, достар, қараңыздаршы. Осындай үй сатып алдық, компания аштық, достар. Компания аштық демекші. Ноутбуктан бір бәлелер қараш. Сенің 8 алмазың, әлі менде тұр ғой? Ебай, өтіп кеткен мықты болды, иә? Кітаптарды қостық, сондықтан 20 миллион доллар алдық, иә? Ебай. Айтпақшы, менің не заттарым пәтер үйден әлі алынып келген жоқ, мен алып келейін. Сөйтсе онда. Барлық компьютерлерді орналастырып қойдым. Одан кейін, алло, Нурик. Алло. Короче, дейтін, қазір компанияға барып көрсетеміз ғой достарға. Епай, достар, видео түсіріп жатырмыз ба деп ойлап едік, түсірмей қаптаның бәрі. Сол ғой. Оның үстіне зат бар, ана қауіпті зат бар. Дегенде. Мықты болған. Короче. Так, мына өйстіп алып кете салайық. Мына аяқтан да алып кете салайық. Ал, жақсы онда. Нұриге, дайындықты жасай берсейін, үйді сатамыз. Не болмаса, не істейміз ғой? Давайте, Нурик, қаяқтасың? Үйде, демалатын, епай. Демалатын уақыт кез жоқ, еш. Тез арада жүріп кеттік, компанияға кеттік. Ой, есікті ашамын. Ой, ес алам. Сен өлтіретін болдың ғой, епай. Бір ғана кітапты бердік ба, сонда не өп кетті? Қылмасы еш, менің оқулықтарым ғой. Короче. Біреу звондап жатыр, тоқташ. Как? Алло, Аян. Мен ауырып жатырмын. Маған тез көмекке келіңдерші. Өлетін сияқтымын мен. Аян. Нурик. Қаяқтасың сен? Аян. Қаяқтасың? Америкада. Деп қумас әзіл Мега Сити деген қалада, Түркияда. Бізде де сояқтамыз ғой. Жақсы онда. Нұреге, чотам. Сен барып, соны не істеп келші? Дәуренің даусы да бір түрлі ғой, еш? Сол ғой. Сен барып Дәуренді немен істеп келсей? Ауруханаға апарып келсей? Мен кеттім ондай. Давайте сен ауруханаға апарып кел, не болмаса. Тек мен. Мына саған. Алло? Менен аманат. Так. Сәлеметсіздер ме? Аян деген мен болам. Америка жобасы ма?
Америка жобасын қайтадан бір қарап шығыңызшы дейсіз ба? Жақсы онда. Енді Нұриге менде маңызды зат. Маңызды? Иә, Америка жобасын қайтадан қарайым. Жақсы, онда сау бол. Ренжімеймін, бара алмаймын. Дәурен досым ауырып атқанда мен Жақсы онда отыра алмаймын. мен барлығын істеп келейін, сен ана Дәуренді ауруханаға апарып келсей. Жақсы. Ито дәрілер жасап жатқан шығар. Еба, тек 4 күннің ішінде осындай бай болып кеткеніміз қалай кетті? Алло, иә, Нурик, не болды? Бардым еш. Сосын жағдай қалай екен? Өте нашар. Беті жап-жасыл болып кеткен ғой еш. Ема. Зомби болып кетпесін. Қоймашы. Давайте онда. Оны дәрігерлер не деп айтып жатыр? Алдындағы ауру ма екен, жоқ әлде мүлдем басқа ауру ма? Мүлдем басқа, өте қауіпті. Ба. Мәс, саған енді айттық. Мен аян болсам ақшаны аямаймын. Досымнан қанша ақша керек екен, дәрігерлерден сұраш. Төлеп қойдым. Дәрігерлерден сұраш, қанша ақша керек? $2000. $2000? Иә. Бұрын $2000 деп айта алмаушы едік. Компанияға... Мынау Түркия ғой, сондықтан Американың ақшасы құнды ғой. Сондықтан Түркияның ақшасы болғандықтан қымбат қой еш. Еба, жұмысқа бірде-бір нәрсе алмағасың ба не? Зат дегендей. Ай, жақсы, мен Дәуреннің қасына келдім. Дәурен, не? Бауырым ренжіме, ол әзірге сөйлей алмайды. Сөйлей алмайды дейді еш? Бәні ғана сөйлеп тұр демес па? Достар, құжаттарды қарап әйтеуір біттім, достар. Амандаса алмай да қалдық қой, достар. Келесі видеоны күтіңіздер. Алло, Нурик, неге звондадың? Не? Иә. Дәуреннің жағдайы өте ауыр. Сосын? Сондықтан ренжіме. Нурик, қумашы, мен Америкаға кетем. Жақсы, ендеше сау бол. Короче, дейтін маған $64,000 лақтыр жіберсе. $64,000? Иә. Дай Каспиенге лақтырам. Жақсы, лақтыр. Так. Аха, жақсы. Алло, Нурик барды ма? Иә, келіп. Жақсы, онда мен Америкаға билет алам. Осымен, достар, видеоны аяқтаймыз, достар. Мен келесі жолы Америкаға барғаннан кейін видеоны бастайтын боламын. Давай, достар, осымен видеоны аяқтайық.